Саламатсыздар ма ОП9-19 К тобының студенттері? Қалдарың қалай? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы тағамдық заттар туралы жалпы түсінік. Яғни сабағымыздың мақсаты тамақ құрамы мен маңызы ақуыз, май, көмірсу, минералды дәрумендер туралы түсінік беру. Біздер білеміз, біздің ағзамыз неден тұрады? Көбінесе судан, нәруыз, минералды тұздар, дәрумен, көмірсуымыздан тұрады. Ең көп бөлігін біздің ағзамыздың бұл су алып жатыр. Су білеміз 50 мен 60% көлемінде біздің ағзамызды құрап отыр. Одан кейін нәруыз 19 мен 20% ортасы. Содан кейін бізде майымыз тұр. 14% бен 20%-дің құрайды екен май ағзамызда. Одан кейін көмірсу, сосын витаминдеріміз. Енді адам күнделікті тағамды, біз ағзаға күнделікті тағамды тағам өнімдерінен аламыз. Тағам өнімдеріне мысалға сүт өнімдері білесіңдер, ет өнімдері, дәнді дақылдар, жеміс жидектер. Осылардың құрамында біздің ақуыздарымызды, көмірсуларымызды осы тағамдардан алады екенбіз, ең біріншіден. Енді ақуыз дегеніміз, білесіздер, біздің жалпы энергиямыз. Осы ақуыз. Жалпы энергиямыз, адам ағзасын құрастырушы. Күніне, тәулігіне ақуызды біз 100-120 грамм қажет екен. Ақуыз қандай тағамдарда көп кездеседі? Етте, ең көбінесе етте, саңырауқұлақ, балықтарда, арахис, қарабидай, жұмыртқада осы ақуыздың мөлшері көп екен. Ақуыз дегеніміз, ақуыз көбінесе неден тұрады? Амин қышқылдарынан тұрады ақуыз. Амин қышқылдарын білеміз, ауыстырылатын және ауыстырылмайтын амин қышқылдары болып бөлінеді. Екінші біз май. Майды күніне, тәулігіне қаншадан қабылдау керек? Білеміз ба? 80-90 грамм тәулігіне майды қабылдау керек біз. Майымыз бұл май қышқылдары мен глицериннен тұрады. Май қандай тағам өнімдерінде көп кездеседі? Білеміз ба? Өсімдік майы, жануар майларында біз майымыз көп кездеседі екен. Одан кейінгі біздің көмірсу. Көмірсу бізде, яғни тәулігіне 450-500 грамм көмірсу қажет екен бізге, тәулігіне. Көмірсуды көбінесе тәулігінен көп пайда асып кетсе де, нормадан асып кетсе де болмайды. Ол кезде адам семіздікке әкеледі екен. Яғни біздің көмірсуымыз ағзада неге айналады? Майға айналады екен. Майға айналса уже адам семіздікке алып келеді екен. Тағы да көмірсуымыз шамадан тыс болып кетсе, біздің қант диабетіне де алып келеді екен. Сондықтан көмірсуды норма 450-500 грамм тәулігіне қабылдауымыз керек екен. Одан кейінгіміз, яғни біздің витаминіміз. Қандай витаминдер бар? Яғни қазіргі таңда біздің 30-дан астам витамин бізге белгілі екен. Яғни А, В, С, Д деген сияқты. Ол витаминдерді, мысалға, А витамині көбінесе қандай тағамдарда кездеседі? Білеміз ба А витамині? Көбінесе алмада, асқабақ, ірімшік, жұмыртқа, сәбізде, помидорда осы А витамині көп кездеседі екен. Яғни, одан кейін В витаминіміз біздің етте көп кездеседі екен, нанда көп кездеседі екен. Гречкамыз бар ғой өзіміздің қара құмық. Сол қара құмығымызда да В витаминіміз көп кездеседі екен. С витаминіміз, көбінесе С витаминіміз балық өнімдерінде, сосын көкөністерде, жеміс жидектерде, лимон, мысалға апельсин, пияз деген көкөніс жаңағы жемістер мен көкөністерде С витамині көп.
көмектеседі екен. Енді витаминдер мысалға жетіспеген жағдайда адам неге шалдығады? Ауруға шалдығады. Яғни А витаминоз деген ауруға шалдығады. Витамин жетіспеген жағдайда. Витамин жетіспесе адам қандай мысалға әлсіздік пайда болады бізде? Мысалға көктем мезгілінде көбінесе біз витаминдер не қыламыз? Көп жейміз. Сол үшін шаршамас, анемия болмас үшін біз витаминді көп жеуіміз керекпіз. А витаминозға шалдықпас үшін. Минералдық заттарды білеміз, я? Макро және микро, ультра, микро элементтерінен тұрады. Қандай элементтерді білеміз минералдық заттардан? Кім айтады? Минералдық заттар бізге не үшін? Яғни кальций, дұрыс, кальций, калий, теміріміз. Осы минералдық заттар біздің күнделікті бұлшық етіміз, тісімізді қалыптастыру үшін осы минералдық заттар керек. Мысалға сүйегіміз қалыптасу үшін біз қандай минералдық қажет? Кальций. Кальцийіміз қажет. Одан кейінгі мысалға темір. Темір қай тағамда көп кездеседі бізде? Теміріміз. Алмада дұрыс айтасың. Теміріміз алмада көп кездеседі екен. Одан кейін соңғымыз міне біздің су. Су, білесіңдер, біздің ағзамыздың көп бөлігін бағана айттым. 50-60% ағзамызды су бізде. Судан тұрады екен. Суды тәулігіне 2-2,5 литр біз тәулігіне су ішуіміз керек екен. Оны 1 литрді, яғни шөліміз қану үшін 1 литрді ішеміз. 1 литріміз күнделікті жеп жатқан тағамдарымыздан алады екенбіз 1 литр суды. Ал қалған үстіндегі 0,5-0,3 литріміз бұл адам ағзасында зат алмасу процесінен пайда болады екен суды. Суды көп мөлшерде де пайдалануға болмайды. Тәулігіне айттым, жаңа 2-2,5 литр. Одан көп қабылдансақ, ол да мысалға бүйректің жаңағы жұмыс істеуіне көп әсерін тигізеді екен. Түсіндік па бүгінгі тақырыпты? Түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрағыңыз бар? Сұрақ жоқ болса, мен сіздерге тапсырма беремін. Сабақты түсінгендеріңе байланысты тапсырма беріледі. Тұз қажет етсе, мысалға тәулігіне, аптасына, айына, жылына қанша грамм тұз қажет екен бізге? Әр отбасында қанша адам бар, соған есептейсіздер. Ал, бастаймыз тапсырманы орындауға. Ал, түсіндіре кет есебіңді. Сіз айттыңыз ғой, бір адамға 6 грамм тұз береді. Отбасында 4 адамбыз. Значит, 6-ны біз 4-ке көбейтеміз, сонда бір күнде отбасында 24 грамм тұз біз құртамыз. Оны бір апта көбейтсек, 24-ті 7-ге көбейтеміз, сонда біз бір аптасына 168 грамм тұз құртамыз. Ал 24-ті айға бір ай деген сол 30 күнге көбейтсек, 720 грамм тұз құртамыз. Ал жылына болса біз 760 грамм тұз құртамыз. Дұрыс. Жылына қанша, айына қанша, аптасына қанша грамм тұз жұмсайтынымыз? 6 грамм. Енді әр отбасыға көбейтіп шығады екенбіз. Әр отбасының санына. Енді екінші есебім, екінші тапсырма. Екінші тапсырмамыз, тамақтанған кезде әр адам 1 грамм нанды шығындайды. 50 мың халқы бар елді мекенде бір жылда қанша нан шығындалады? Түсінікті ма тақырып? Есеп түсінікті ма? Ал, шығарамыз. Есепті түсіндіре қойыңыз. Екінші есепте 50 мың халқы бар адамның
әрбір адам 1 грамм нанды шығындаған кезде 1 жылда қанша нан шығындалатынын есептеу керек болатын. Бізде 1 грамм нан бір адам басына берілген. Біз оны 4 мезгілге көбейтеміз. Сонда біз 4 граммды аламыз. Яғни 4 мезгілде бір адам 4 грамм нанды шығындайды. Біз оны 50 мың халық адамға көбейтеміз. Сонда біз толығымен 200 мың граммды аламыз. Оны килограммен есептегенде 200 килограмм. Біз оны бір жылдың ішіндегі 365 күнге көбейткен кезде барлық жылдағы, яғни барлық күндегі 50 мың адамның шығындалатын нан көлемін аламыз. Мұнда 73 мың килограмм. Біз оны 73 тонна деп алуға болады. Яғни 50 мың адам жылына 73 тонна нанды шығындайды. Дұрыс. Сонда 50 мың халқы бар адам жылына 73 тонна нан желенеді. Соңғы сабақта қорытынды тапсырма бізде. Ол бізде семантикалық карта толтыру. Сіздер көріп тұрғандай, су, көмірсу, ақуыз, май, дәрумен, минералдық заттар. Осы тамақтың түрлеріне қарай әр картамызды толтырамыз. Бұл жерде сіздерге тамақтың түрлері берілген: сүт және сүт тағамдары, нан, жарма, ұн тағамдары, ет, балық, тауық, жұмыртқа, көкөністер мен жемістер, өсімдік және мал майы, жануар майы. Осы тағамдар түрлеріне байланысты картамызды толтырамыз. Түсіндік па тапсырма? Аха, онда бастаймыз тапсырманы орындауға. Ал, Гүлдана, дайынмын депсің? Көрсете қойсаң тапсырмаңды. Бастай қойыңыз, көрсете қойыңыз. Тапсырма семантикалық карта болатын. Онда көмірсу, ақуыз, май және дәрумен минералдық заттар бойынша картаны толықтыру керек болады. Яғни бұл көмірсу, ақуызға жататын барлық азықты жазу керек. Бізде бірінші көмірсу. Көмірсуға біз нан және жарма, ұн тағамдарын жатқызамыз. Ал ақуызға біз ең көп ақуыз көлемі бар етті, азықтарды жатқызамыз. Май бізде өсімдік және мал майында көп кездеседі. Дәрумендерді біз көбінесе көкөністер мен жемістерден аламыз. Олар көктем немесе жаз мезгілдерінде. Және минералдық заттар. Минералдық заттарды біз сүт және сүт тағамдары, оның ішінде кальций минералдық. Ой, молодец. Енді үй тапсырмасын алып алсақ, балалар, бүгінгі үй тапсырмасы біздерде ақуыз, май, көмірсу, дәрумен, минералды заттардың және судың құрамын жазу үйге. Мен сіздерге сабаққа бүгін белсенді қатысқандарың үшін көп рахмет. Толық дәрісті толығымен сіздердің Платонусқа жіберілді. Дәріс толығымен Платонустан ала аласыздар. Енді сіздерден мен кері байланысты мынау Инстаграм желісі арқылы алам, яғни лайк, репост, комментарий